Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді әрі қолжетімді заттардан дайындалатын, осы бір пайдалы салаттың жасалу жолын көрсеткім келіп тұр. Тіпті кішкентай қыздардың өзі де жасай алады. Жасап көріңіздер дегім келеді. Осы ингредиенттер кетеді. Жалпы үйден табыла қоятын өнімдер және де бал керек бізге. Енді қызылшаны осылай бөлек, сәбізді алманы қырғыштан өткізіп аламыз. Содан соң капустаны арнайы өткізетін қырғышы болмаса, пышақпен ұсақтап осылай жіңішкетіп турауға да болады. Немесе қырыққабатты ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Енді осы 4 өнімді бір ыдысқа саламыз. Негізінде бұл салатқа сухофруктіге қосылу керек. Мүйіз, жаңғақ, куркума болса қосуға да болады, бірақ менде болмағасын үйде қосқан жоқпын. Орнына бал қостым. Орнына болғанда бал негізінде қосылады. Балды дәміне қарай, тәтті ұнатсаңыз 2-3 қасық қосуға болады. Мен 2 қасық қостым. Одан да көп қоссаңыздар болады. Осылай барлығын бірге араластырамыз және де біздің салатымыз дайын болады. Түрі де өте әдемі болып шықты. Әрі тез дайын болады. Жасап көріңіздер дегім келеді. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.